сіздерге бар ғой күшті эксперимент айтайын. Мына Каспийларыңызда бір жылдық көшірмені көріңіз, қараңыз, иә, бір жылдық көшірме. Например, бір жылдық көшірмеңіз сізде 12 миллион теңге болатын болса, бір жылға шыққаныңыз, соны айға 12 айға бөлетін болсаңыз, сізде 1 миллион теңге Каспиіңізден айналып жатыр. Енді сіз маған айтуыңыз мүмкін, ой, ол деген жаңағы ана неден маған жібереді, мен анаған жіберемін, маған келеді, мен мына жаққа жіберемін деген сияқты, мен оны рахатын көріп жатқан жоқпын деген сияқты айтуыңыз мүмкін, иә. Бірақ сіздің миыңызды сендіре алатын біз қаншама нәрсе айттық, иә. Алдыңғы эксперимент бар, шок эксперимент деп айттым, осы тура сол сияқты миымызды сендіре аламыз. Енді сіз сол хотя бы миллион теңге, ай сайын түсіп жатқан миллион теңгені как будто сіз миыңызға сендіріңіз, мен ай сайын миллион теңге алып жаратады екенмін деңіз, иә. И сонда сіздің миыңыз солай сенетін болса, оны бір-ақ рет айтып қоймаңыз, жазыңыз, қайта-қайта көзіңізге көрсетіңіз, ақпаратты көрсетіңіз, в общем, солай десеңіз, миды сендіріңіз. Содан кейін сіздің миыңыз уже миллион теңгені спокойно кәдімгідей ай сайын жаңағындай анда жіберу, мында жіберуіміз, өзіңіз қабылдай алатындай, миллион теңгені ай сайын жарата алатындай жағдайға жетесіз иншалла. Солай миды сендіріп көрейік. Мықты эксперимент.